Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы контент катализатор, яғни біздің видеомыздың негізгі әрі қарай дамуына әсер етуші фактор. Яғни біздер видеомызды салғаннан кейін YouTube-қа оны таратуымыз керек. Барынша максималды түрде таратуымыз керек. Енді бұл жерде егер сіз YouTube каналға жауапты түрде қарасаңыз, кәдімгідей бір өзіңіздің жеке кәсібіңіз ретінде немесе бір мансап ретінде қарайтын болсаңыз, YouTube каналды болашақта қысқа уақыттың ішінде жылдам жетістікке жетем, үлкен көлемде подписчиктерге ие болам деген мақсат қоятын болсаңыз, онда сізге міндетті түрде реклама, басқа да жарнамалар жасау керек. Сол туралы тақырып болады. Құлақ түре отырыңыздар. Нақты фишкаларын айтып кетем. Сондықтан енді бастайық. Егер сіздің контентіңіз өте таралымға ие, яғни аудиторияны жақсы ұстайтын, жаңа аудиторияға жылдам сіңіп кететін контент болатын болса, онда сізге міндетті түрде жарнама жасау керек. Неге? Өйткені сіз 0 подписчик бар каналда, жаңадан ашылған каналда видео салатын болсаңыз, сізге міндетті түрде жаңадай жоқ дегенде 100 просмотр жинау қиын болады. Сіз ол үшін не істейсіз? Ең бірінші WhatsApp-тағы барлық жора жолдас туысқан барлығына жіберетін боласыз. Яғни отправить деп видеоның сілтемесін жібересіз. Және де ол жерге сіз айтасыз, міндетті түрде менің жаңадан ашқан каналыма қолдау білдіріп, видеоны соңына дейін қарап, өзіңіздің ойыңызбен бөліссеңіз. Яғни сіз ол видеода бір белгілі бір ақпарат айту керексіз. Және ол видеоны көргеннен кейін адамның бір ойы өзгеруі немесе бір іс әрекет жасау керек. Яғни комментарий жазғызу керексіз. Барынша соны жасату үшін сіз яғни видеоны до конца қарату керексіз. Ал ол үшін сіз видеоны WhatsApp-қа жібергеннен кейін сіз астына жазып жібересіз. Яғни видеоны қараңыз, мен үшін өте құнды, сіз үшін 2-3 минут уақытыңызды алар, бірақ мен үшін өте жаңағыдай бұл құнды деген сияқты айтасыз. Сіздің іс әрекетіңіз осы видеоға қатысты. Мен үшін өте жауапты деген сияқты жеткізу керексіз. Одан кейін бұл тек қана бір ғана мысалы, яғни WhatsApp. Екіншісі Instagram, ВКонтакте, Telegram, Facebook аккаунттарда сіз Twitter бар. Бесеуінде бөлісу керексіз. Егер барынша болса. Егер болмаса ашып қатар жүргізген дұрыс. Яғни бұл жерде тағы да бір ескеретін жайт, сіз әлеуметтік желіге келгеннен кейін сіз тек қана бір ғана әлеуметтік желімен шектелмеуіңіз керек. Әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Болашақ бізге көрінбейді. Яғни ертең YouTube-ты жауып тастай ма, Instagram-ды жауып тастай ма, білмейміз. Сондықтан да сіз басқа да әлеуметтік желілерді қатар алып жүруіңіз керек. Оның ішіне қазіргі кезде жақсы көтеріліп келе жатқан TikTok, Instagram, Telegram, Facebook-та айтпай қойын. Егер Facebook-та жақсы аудитория болатын болса, міндетті түрде Facebook-ты да қыздырып отыру керек. О жерде не? Ойлап отырған шығарсыздар, яғни барлығын қатарынан жүргізу керек пе, тағы да анау-мынау деген сияқты. Жоқ. Тек сол шыққан видеоны, YouTube-қа салып жүрген видеоны сілтемесін сол әлеуметтік желілерге таратасыз. Яғни сіздің сол әлеуметтік желіде де өзіңіздің дайын аудиторияңыз бар, сізді білетін, және де сіздің видеоңызды күтетін. Сол видеоны көргеннен кейін ол видео кешегі сабаққа байланысты, алдыңғы сабаққа байланысты кілттік сөз бойынша таралатын болады. Ал егер бұл қарапайым тегін жарнамалық түрлері. Астында осы видеоның астына тағы да мен қосымшаларды көрсетіп кетем. Яғни ВКонтакте желісінде группаларға қалай видеоны бөлісу керектігі жөнінде көрсететін боламын. Егер сізде ВКонтактемен жұмыс жасайтын болсаңыз. Сосын сізге міндетті түрде басқа да блогерлармен қарым-қатынас жасау керек. Егер сіздің аудиторияңыз
өзіңіз аудиторияңызды білетін болсаңыз, сіз өзіңіздің аудиторияңызға ұқсас басқа да қай каналда аудитория бар, соларды зерттеуіңіз керек. Көбіне ең ұқсас, яғни контент бойынша да конкуренция деп алып қарайсыздар ма, оны білмеймін. Бірақ та жаңағыдай, егер сіз тамаққа қатысты фуд-блог түсіретін болсаңыз, яғни фуд-блогер болатын болсаңыз, сіз сияқты басқа да фуд-блогердің каналына шығу керексіз. Мысалға, егер сіз жаңадан бастап жатқан болсаңыз, сіз жақтан 100 мың, миллион подписчигі бар каналдарды қарамаңыз. Оларды зерттеу үшін қараңыз, қандай тақырыпта контент жасап жатқанын, ал жарнама беру үшін оған әлі ерте. Біріншіден, шығын көп, екіншіден, сіздің каналыңыз әлі дайын емес болуы мүмкін. Жарнама бергенге дейін сіз каналыңызды дайындау керексіз. Яғни, сіздің каналыңызда жоқ дегенде 8-9 видео болу керек. Яғни, ол 1 айлық контент. Содан кейін, сіз видео түсіру арқылы, сіз жаңағы өзіңізге ұқсас каналдың аудиториясына шығу керексіз. Яғни, ол ақылы болама, тегін болама, ол өзіңізге байланысты, қалай келіскеніңізге байланысты. Мен бұл жерде айтпаймын, анау ананша ақша сұрайды, мынау мынанша ақша сұрайды деген сияқты. Егер де сіз басқа да каналдармен қарым-қатынас жасағыңыз келсе, менде бар базалармен сізді байланыстырып берем, оны маған байланысқа шығыңыз. Яғни сіз ақылы түрде бересіз бе, ақысыз түрде бересіз бе? Оны сосын жаңағыдай сол каналдың иесіне байланысты шешілетін нәрсе. Бұл жерде коллаборация деп аталады. Бұл коллаборация дегеніміз екі ұқсас каналдардың бірігіп контент жасауы. Яғни ол екеуінің каналында да шығатын контент. Бірақ екеуінде бірдей контент болуы міндетті емес. Яғни сіз өзіңіздің каналыңызға ұқсас, өзіңіздің конкурентіңіз дейікші, мысалы, әріптес деп алайық. Әріптесіңізбен бірге видео түсіресіз. Оның каналында 20 мың подписчик бар. Сізде 100 подписчик бар. 200 подписчик бар. Мысалға, аз, енді бастап жатырсыз. Бұл жерде 20 мың каналы бар жаңағы блогер сізді жарнамалайды. Яғни, екеуіңіз бірге, мысалға, кухняда тамақ пісіресіз. Яғни, менде де канал аштым деген сияқты сол жерде айтып кетесіз. Яғни, көріп отқан адам сізді бірінші танысады сізбен, сізді тани бастайды видеоның барысында, және де сізге қызығу арқылы сіз сол жерде барынша харизманы қосып каналыңызға шақыру керексіз. Яғни, нагло айтпаңыз, менің каналыма тіркел деп. Мен жарайды, онда сипаттамаға қалдырып кетерсің деген сияқты бір роль ойнатып жіберіп, сондай кіргізіп жіберу керек. Екіншіден, тек қана бұл жаңағыдай бір ғана фудблогерді мысал келтіріп отырмын, ал басқа да сіздер өздеріңіздің тақырыбыңызда каналдар болатын болса, немесе ол каналдың авторы басқа қалада, сіз басқа қалада болсаңыздар, онда сіздер бірге бірікпей-ақ, мысалға, видео түсіре аласыздар. Ол қандай видео? Мысалға, жаңағы басқа қаладағы жаңағыдай подписчик болсын, 20 мың подписчигі бар, өзінің каналында мысал келтіріп айтып кетеді жаңағыдай. Сіздерге өзімнің әріптесім өте жақсы білікті маман осындай салада, немесе өте жақсы түсіретін блогер, қызықты блогер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін, сізге ұсынамын, көріңіздер, өте жақсы пайдалы контенттер жасап жатыр, көңілді контенттер жасап жатыр демек, сіздің контентіңіз неге байланысты, немен іліп алуға болады, сол сөзді айтқызу керексіз. Түсінесіз бе? Сол арқылы ол сіздің жаңағы каналыңыздың сілтемесін сипаттамаға қалдырып кетем деп, сізге сілтеме жасайды. Сол сияқты сіз де басқаларға да жасай аласыз. Ол енді ақшаға жасайсыз ба, оны тегін жасайсыз ба, ол сол автормен байланысқанға байланысты. Ал қалай байланысам десеңіздер, оның YouTube-на кірсеңіздер, міндетті түрде аты жазылады, немесе о канале деген бөлімде почтасы, инстаграмы болуы мүмкін, WhatsApp да болуы мүмкін. Сол жерден бірінші қараңыз, егер болмаса видеолардың сипаттамасын қараңыз, байланысу құралы болуы керек, телефон номері деген сияқты. Сол арқылы сіз звондайсыз, хабарласасыз, танысасыз, және де өзіңіздің ұсынысыңызды айтасыз. Түсініп отырсыздар ма? Яғни сіз бұл жерде оның аудиториясына шығып, соның аудиториясын өзіңізге алып келесіз. Және де бір ғана рекламамен шектелуге болмайды.
Яғни тұрақты түрде сіз басында белгілі бір деңгейге жеткенше барынша жарнаманы қолданғаныңыз дұрыс. Енді екінші түрі ақылы жарнаманың түрі. Ол Google AdWords арқылы жасалынады. Google AdWords арқылы жасалыну видеосын мен бұл курста көрсетпеймін, өйткені ол YouTube для бизнеса деген мен курс жасақтап жатырмын. Сол жерде болатын болады. Яғни ол жерде нақты кәсіпкерлерге байланысты ақылы жарнамаларды көрсететін, тағы да басқа видео сабақтар болатын болады. Сол жерден мүмкін сатып алып қарай аласыз. Немесе ол Google AdWords дегеніміз жалпы түсінбей қалған шығарсыздар. Ол YouTube-тағы кәдімгідей пропустить дейтін жарнамалардың жасайтын сайт. Егер оны қаласаңыз, YouTube-тан іздеп орысшаларын, ағылшыншаларын қарап өзіңіз жасай да аласыз. Енді бұл жерде Google AdWords-ты мен көбіне просмотр жинау үшін, реклама үшін қолданамын. Бірақ та қазір қазақша контенттерді көп қабылдай бермейді. Бірінші себеп, бірақ қабылдатуға болады. Екіншіден, ол жерден подписчик келуі кішкене қиынырақ және қымбатырақ болады. Бір просмотрдың бағасы 3 теңгеден басталады, шамамен, және де 10 теңгеге дейін барады. Әртүрлі жарнаманың түрлері бар, соған сәйкес әртүрлі орында әртүрлі баға қойылады жарнамаға. Соны каждый просмотрын мысалға 10 теңгеге дейін сатып алуға болады. Мысалға 100 просмотр алу үшін 1000 теңге жұмсап жіберуіңіз мүмкін. Бірақ та сол 100 просмотрдан бір 10 подписчик келу мүмкін деген сияқты. Яғни 1000 теңгеге сіз 10 подписчик сатып аласыз. Бұл қымбат әрине. Сондықтан да ол жарнаманың түрін қолданғанша лучше жаңағы блогерлармен жұмыс жасаған дұрыс. Ол жерде баға әртүрлі. Мысалға сообществоға шығуға болады, немесе видеоның өзіне шығуға болады. Сообществоға шығатын болсаңыздар, енді подписчигі аз болатын болса, примерно 20 мың болатын болса, 2000-3000 теңгенің айналасында. Ал енді содан басталады 1000 теңгеге де жасауға болады, ол өзіңіздің келіскеніңізге байланысты. Ал енді егер сізде 100 мың, 200 мың подписчик бар каналдар болатын болса, уже 5 мыңнан жоғары кете береді. Ол автор қалай айтады, солай болады. Оның бағасын өзіңіз келісесіздер. Ал енді видеодағы жарнамаға келетін болсақ, ол уже кішкене қымбаттау. Сообщество деген бұл, яғни квадраттық жарнаманы, жарнамалық баннер жасайсыздар өзіңіздің видео тақырыбыңызбен, және сілтемесін қойып, тартып алатын оффер сөздерді жазып, сообществоға салғыстасыз басқа бір каналына. Және сол арқылы соның аудиториясын өзіңізге қаратасыз. Барынша шок контент, немесе қызықты контент, елеңдетерлік бір факттар болатын болса, вообще қызық болады. Ал енді видеоның ішіне келетін болсақ, ол жерде уже более қымбаттау, оның бағасы жаңағы блогердің автормен өзімен бірге шешіледі. Әртүрлі 10 мыңнан басталады, 20 мың, 200 мың кете береді. Яғни олардың подписчик просмотрларына қарай. Оның каналдың авторы өзі шешеді. Және де ол жарнаманы берген кезде сіз подписчигіне қарап бермеңіз. Жарнаманы просмотрына қарап беріңіз. Просмотрына қарай жарнаманың бағасы қымбаттайды. Яғни ода 100 мың подписчик болуы мүмкін, бірақ просмотры 10 мың подписчик бар каналдан төмен болуы мүмкін. Соны да ескеріңіз. Ол үшін лайк, комментарийлердің статистикасын қараңыз. Сообществоға жарнама беретін болсаңыз, ол каналдың сообществосын қараңыз. Міндетті түрде ол жүргізіп жатыр ма, тұрақты түрде күн сайын сообществоға посттар салып жатыр ма, аудиториясын қыздыра ма, соны барлығын қараңыз. Лайктар қанша, соны қараңыз. Егер көбірек болатын болса, салыстырмалы түрде басқа каналмен, онда соған реклама беруге болады. Және де ол каналдың аудиториясына мән беріңіздер. Екіншіден, ең соңғы ұсынатын фактор бұл өзіңіздің аудиторияңызбен байланысқа шығу. Яғни комментарийда аудитория сізге не деп жатыр, соны ескеру керексіздер. Егер аудитория ол сізге жаңарып отыратын бір көрермендеріңіз десек болады. Яғни ол тұрақты түрде бір ғана аудитория болуы мүмкін. Яғни сіздің видеоңызды тұрақты түрде 100-200 адам қарауы мүмкін. Үнемі үзбей қарауы мүмкін. Бірақ та одан да басқа сізге келіп, шығып, кетіп жатқан аудиториялар бар да, бейтіп кіріп шығып жатқан. Сол аудиторияны ұстап қалу үшін де сізге міндетті түрде өзіңіздің контентіңізді жаңартып отыру керексіз. Ал оны қалай жаңарту керек? Ол үшін комментарийге жауап беріп, барлық
және де ол комментарийлерді өзіңізге сын ретінде, пікір ретінде қабылдау керексіз, және де сол бойынша өзіңіздің контентіңізді жасағаныңыз дұрыс. Яғни сіз көрерменіңіздің сұрауына сай қанағаттандыратындай контент жасайтын болсаңыз, онда сізге аудитория тағы да көбірек келеді. Және де оларды ұстап қалуға тырысыңыз. Ол үшін алдыңғы сабақтарда сценарий бойынша өткен болатынмын. Соны дұрыстап қолданыңыздар. Жалпы осы әлеуметтік желілер, басқа да каналдар, сіздің өзіңіздің негізгі аудиторияңыз, барлығы сіздің контентіңізді жоғарыға көтереді. Осымен бүгінгі сабақ тамам. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.